марттың аяғында уже емтихан өтеді. Соған байланысты біз мынадай каналымыз бар еді, соны мен бір естеріңізге салып кетейін деп шештім. Бұл каналда осындай математикадан әр пәннен тапсырмалар бар, және содан кейін тек қана математика мен сандық сипаттаманың осындай видео түсіндірмесі бар. Енді сол каналға қосымша каналды көрсетіп кетейін. Бұл каналдың ішінде бірнеше тест тапсырма кітапшалары бар, және сонымен қатар мынадай бланкі бар. Бұл бланкының ішінде балалар өз беттерімен осылай белгілеп үйреніп дайындалуға жақсы. Сонымен қатар мен соңғы тақырып бойынша, жаңа тест бойынша математиканың ұқсас бірнеше тесттер қосып қойдым. Барлығы сонда 40 тест болады. Әрбір тестінде 10 сұрақтан осы тақырыпты жақсы меңгеріп кетеді. Бұл сатылы бөлшектер тақырыбы негізі мектеп курсында ондай қатты көп уақыт алып көрсетілмейді, бірақ та бұл ұзақ уақытты алатын есеп, соны оңай жолын көрсеттім. Телеграм каналда бар адамдар міндетті түрде қарасын балаларымыз. Алда уақытта да осындай күрделі тақырыптарды салып отырамыз. Негізі 5-ші сыныптан алып дайындала берген дұрыс.